Қалай жағдайларыңыз? Бәрі жақсы ма? Менде бүгін демалыс. Мен бүгін тауға шыққым келіп, тауға шығуды бастадым. Сол, менімен бірге болыңыздар, менімен бірге Корея елінің тауына бірге шығамыз. Мынау төмен жағы енді қазір көтерілем тауға. Осындай жерден кіремін. Осылай жайлап бісмілда деп көтеріле берем. Кореяда жер тапшы болғандықтан осылай таудың ішіне арасына осындай жерлеп кете береді. Осындайлар көп. Таудың арасында, көшенің бойында осылай жерлеп кете береді. Бұл жақта көбінесе жағып тастайды ғой қазіргі заманда. Өйткені жер өте қымбат. Жерді арендаға алып жерлеу деген бұл жақта ұялумен бірдей. Қазір сол үшін жағып тастайды денелерді. Мынау таулардың ішіне көбінесе өстіп жерлеп кетеді. Олардың бәрі сол баяғыда қалғандар ғой. Бұл тау өте тасты екен. Тасты. Көп болып еді тауға шықпалы. Өзі шаршап қалдым. Бір дәу тасқа жеттім. Ана жақтардан көтеріліп келе жатырмын. Ана бір демалатын орын салып қойыпты. Осы кәрістердің бір ұнаған жер осы бәрі көп. Адамдар үшін ғой көбісі. Кішкене шықтық, тауда меха тренажерный демалатын жер көп қойыпты. Кішкене демалып отырмын тапчанға. Су ішіп алайын. Жел, құстардың, жәндіктердің дауыстары ғой. Кішкене демалып алдым. Енді ана жаққа шығам ғой мен. Кәрістер мынандай таяқ қыстап жүреді. Осындарға тіреп құлап кетпес үшін. Келесі жол мен де сондай таяқ шалып аламау деймін. Көбелектер көп екен. Вау! Былтыр мен мына тауға шыққан кезде мына жол етін. Бұлар сонда қыс көктем бойы осы жолды таудың ортасына сақ қойыпты. Не деген кәрістер. Маған ана жоғарға шығу керек. Мына тепешекпен жоғары шықсам, бүкіл қала көрініп тұрады таудың төбесінен. Тағы бір тау бар. Мына жолмен шықсам, құрашын таудың етегімен бітіп кете бересің да. Ана келесі жолына етегінен шығам. Бүгін тіке маған жоғарға шығу керек. Ана таулардың арасынан мына жол бұлай келеді ғой. Бұлай келіп. Ана жақын таудың ар жағына кетеді. Келесі соға шығу керек. Маған жоғарға шығу керек. Таудың үстіне тепешіктер қойып болған ғой. Адамдар мінсін деп. Жоғарға кете берем.
Кәрсін апалар молодец. Маған қуып жетіп, мен осып кетті. Мен ырсылдап әлі шығып келе жатырмын. Кәрістердің жас болып, ұзақ өмір сүретіндері. Не только гений осма деп қалам. Олар круглый год тауға шығады. Бір 50-60 жасар деп ойлайсың да. Жастарын сұраса 80-де, 70-ден асқан. Тауға постоянно күнара шығады ғой. Тағы бір апа кетті. Мен әлі жүрмін. Ахлеп, ұхлеп. Ятай, жас болып әлі жүрмін. Екі апа осып кетті. Ана, мықты бұлар, напылар. Андай таяқты айттым ғой. Андай таяқ ұстап алып жүреді. Мыналарды не деуші еді? Каштандар ма? Каштандар пісіп жатыр. Қыркүйек па, қазан, қарашада полный піседі. Сөйтіп ол кәрістің апалары осы каштандар жинайды тауға шығып. Каштан ба, мына не еді өзі? Жинайды осыны. Мына жоғары сәл қалды. Мен уже терілеп шаршап кеттім. Ана екі апа менен озып, уже төбесінде шықты. Мен әлі шығып келе жатырмын. Адамдар жүрсін деп бен төбеге андай жіп істеп қойыпты. Мен төбесіне шықтым. Мен тұратын қалашық. Кішкентай ғой. маған ата жетіп алып мініп. 바이든에 대해서 이제 뭐 까내리는 거 이걸 다룬 것도 중요하지만 주로 말씀하신 그 욕설 자체에 주목을 한 경우들이 많았습니다. 그래서 뭐 Мен әлі жүріп бара жатырмын. Мына жерде жарты сағаттай отырып дем алдым. Әбден видео суреттерге түстім. Енді әлі жоғарыға бара жатырмын.
былтыр мынаны соғып атқан етін таудың ең төбесіне мынандай әкеп қойыпты ғой соғып адамдар үшін. Былтыр дәл осы уақытта ағаштарын әкеп енді құрылысты бастап келатқан етін. Мына таудың ең үстінде мына жақта адамдар отырып демалсын деп скамейкалар қойып қойыпты. Бұл ағаштарды қалай түсірді? Ана жақта бір апа отыр. Пластмасс екен. Осын бойымен жайлап енді төмен түсе берем ғой. Мына бір жолда ертегілер болушы еді ғой. Красный шапочка дейтін. Сонда ертегідегі жолдарға ұқсап кетті, орман ішіндегі. Тас жер ғой. Ана апа келатыр. Апа маған қуып жететін болды. Ой, десе шығайын үстіне. Мына ең үсті жағына шығып жатырмын ғой мен. Енді төмен түсем бұлай. Тас жолмен. Мына қай жақта қанша километр жүру керек бәрін жазып қойыпты. Сымда. Жоғарыда 1:6, 1:1:06 дейді. Мияқтан да түсіп кетсем болады екен. Және мияқтан түссем болады екен. Мияқта 400 метр, мияқта 800 метр деп қой. Неді ме өзі неді. Сондай. Апа маған қуып жетіп алды уже. Мен әр жер түсіріп жүргенше. Таудың ең үстінде мына цемент бір бәле соққан ба. Анаға жоғары шықсам болады екен. Және төмен түссем болады екен. Жоғары шығайын ба? Или төмен түсейін ба? Мақұл, төмен түсейін. Үйге қайтайын. Не? Не? Қасайда. Апа ғой. Абайлап жүр. Жарақаттанып алма дейді. От жақпа, мына қатты жел. Жаңағы өрт болып кетуі мүмкін дейді. Иә, мақұл деп жатырмын. Сол, мен уже таудан төмен түсіп жатырмын. Қой, үйге қайтайын. Уже қазір кеш болып жатыр. Мінсем міне берем, анақта тау бітпейді, кете береді. Түстіп, келесі жолы басқа тауға шығамыз. Мынандай бір
төмен түсетін ба десем, мынау да жоғары шығатын тау екен, прикиньте. Мына жақта бір ауыл көрініп тұр. Мынау не деген дәу тастар. Мынаақта да дәу тас бар екен. Мынандай тағы ең үстіне шықтым. Жақта ауыл көрініп тұр. 443 метр дейді. Ауылды көрсете мынай. Мынаның бәрі егістік қой, егіп тастаған. Мына жақтарына шығып көрген емес едім. Шықтым ғой. Үсті жаман салқын жел екен. Мен ана қаладан келдім ғой. Үсті жаман суық. Киініп алдым. Ары қарай жалғастырам. Мен ең үстіне шықтым. Ай. $493 метр дейді. Ең таудың үстіне шықтым ғой. Ана жақта мен қалам. Ешкім жоқ. Мына таудың ең үстінде әрбір ағаштарға, әрбір емес енді ағаштың атауларын жазып қойыпты. Мына штрих-кодымен, прикиньте. Мен таудан аман есен түстім. 5,5 сағат тауда болдым ғой. 2,5 сағат тауға мініппін. 2,5 сағат таудан түсіппін. Сол таудан түсіп, қазір үйге бара жатырмын. Кеш сағат 5,5 болды. Қарным ашып кетті. Қанша калорияны артқа тастадым. Судың жағасымен жүріп барам. До конца менімен болғандарын үшін рахмет. Аяғына шейін көргендерін үшін. Мен каналыма жазылып қойыңыздар. Кореядағы өмірім туралы видеоларды салып тұрамын. Және тағы басқа да видеоларды саламын.
барлықтарыңызға бақыт тілеймін, байлық тілеймін, амандық тілеймін. Келесіде кездескенше.